Мен техникумда 4 жыл оқып, мал дәрігері болып ауылға келдім. Келе, көрші совхоздың үлкен бір асыл тұқымды қой өсіретін фермасына жұмысқа орналастым. Астымда жаңа мотоциклім бар, өзім жас жігітпін. Ферма басшылары күндіз түні жұмсайды. Ерінбеймін, еш қайсысына жоқ демеймін. Әдепкі 4 ай ішінде өте білікті, тәжірибелі, бұрыннан ферманың мал дәрігері болып қызмет ететін Хакім деген кісінің қарамағында жұмыс істеп, көп нәрсені үйрендім. Мінезі ауыр, салмақты, өте ақылды кісі еді. 4 айдан кейін Хакім аға ферманы маған толық өткізіп, жанымыздағы орталық емдеу пунктіне бас мал дәрігер болып ауысты. Оқтын-оқтын барып, білмей жатқан нәрселерімді сұрап, үйренуді жалғастыра бердім. Үйленбеген бойдақпын. Үйде апам және 2 інім, қарындасым бар. Апам бөлімшенің дала қостарына нан жабады. Іні қарындастарым мектепте оқиды. Үйдегі 3-4 сиыр мен 20 шақты қойға солар қарайды. Апам соңғы кездері үйленсең болар еді балам, қазан ошақтан шаршадым деп қыңқылдап жүр. Мен мұндайда көрерміз деп қашқақтаймын. Көбінесе үнсіз тыңдаймын да, кейде мұңға батып, ойланып қаламын. Әлі Гүлбарды ұмыта алмай жүрсің бе? Дейді мұндайда апам күрсініп. Мен де күрсінемін. Кішкентайымнан бірге ойнап өскен, мектепте бірге оқыған, есімді білгелі көрші тұратын ең алғашқы махаббатым, жан тәніммен жақсы көрген қыздың есімі Гүлбар болатын. Ол керемет сұлу еді. Орта бойлы, талдырмаш, ақ құба реңді, оймақ ауыз, күлім көз, бір-бірім етіп өріп жетін қою қара шашы балтырына түсетін. Мен оқудан каникулға оралғанда үйге жүгіріп келетін. Ағасы Ақан үшеуміз асыр салып ойнап өскенбіз. Кейде өзі, кейде ағасы екеуі келіп, үйде гу-гу әңгіме, ойын күлкі ұйымдастырып, оған құрбы-құрдастарым жиылып келіп, оқуға кеткенімше күнде отырыс өтуші еді. Гүлбар апама көмектеседі. Тамақ дайындайды, үй сыпырады. Мен оқуда болған кездерімде де Гүлбар біздің үйге көмектесіп кетіп жүретін. Аурушыл әкеммен әңгімелеседі. Ол кісіге дастандар, қызық хикаялар оқып береді екен. Әкем де, шешем де оны тәуір көретін. 2-ші курсты бітіріп, 3-ші курсқа өткен кезімде әкем қайтыс болды. Одан жарты жыл өтер-өтпесте 2-ақ күн ауырып Гүлбар қайтыс болды. Әкемнің қазасын ұмыта алмай жүрген маған Гүлбардың дүниеден өткені өте ауыр тиді. Ақыл есім әлі толық тоқтай қоймаған, жастықтың өтпелі кезеңінде жүрген менің мінезім күрт өзгерді. Ұзақ уақыт үндемей жүре беретінмін. Көп сөйлемеймін. Сабағымды және әдеби кітаптар оқимын. Тек асханаға барып келгенім болмаса, жатақханадан шықпаймын. Гүлбар кеткен соң демалыста ауылға келгендегі ермегім домбыра, дария бойына барып аңшылықпен айналысу еді. Көбінесе құрдастарымнан оқшаулана беретінмін. Гүлбардай қыз енді маған кездесер дейсің бе деп ойланатынмын. Апам менің жағдайымды жақсы түсінді. Дегенмен кейінгі кездері, қарағым, ақылға кел, пәленше түгеншенің қыздары бой жетіп отыр, соларды көр, біреуіне құда түсейік. Тірі адам тіршілігін жасау керек шағым. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген сөз бар. Гүлбар енді қайтып келмейді. Тәңірім оған солай өмір берген деген. Мен ол кісінің көңілін қалдырғым келмей, мақұл апа, дұрыс қой, айтқаныңызды түсіндім, деймін де қоямын. Бірақ ешқандай қыздарға зауқым жоқ еді. Бар ынта ықыласым жұмысыма ауып жүре беремін. Бас аяғы 1 жыл көлемінде жақсы маман ретінде таныла бастадым.